YouTube канал ашпай-ақ айына 1 миллион теңге табу құпиясы. Сәлем достар, менің есімім Мейрамбек. YouTube'да бір алтын кнопка, 2 күміс кнопка иегерімін. Жалпы көп адам ойлайды, YouTube'пен ақша табу үшін канал ашу керек деген. Шын мәнісінде канал ашпай-ақ табыс табатын жолдар өте көп. Солардың біреуі YouTube продюсер болу. Жалпы YouTube продюсер дегеніміз кім? Өздеріңіз көріп отқандай Instagram'ды жүргізетін өзінің SMM-шігі бар. Тура сол сияқты YouTube'ын жүргізіп беретін маман. YouTube продюсердің негізгі міндеттері: жалпы YouTube каналдың контент планын жасау, видеоларды дұрыс жүктеу, қажет болса видео түсірілімін ұйымдастырып беру және жарнама берушілермен сөйлесу. Көптеген блогерлердің, бизнесмендердің немесе ютуберлердің өзінің каналын жүргізіп отыратын уақытысы жоқ. Олар басым бөлігінде фантазия мен креативпен жұмыс істеген жақсы көреді. Сондықтан да ол процесстерді өзінің маманына тапсырған абзал болғандықтан осы YouTube продюсерлерге жүгінеді. Бұл мамандық дәл қазір сұранысқа өте жоғары сұраныста. Өйткені сапалы аудиторияның барлығы YouTube'та. Сондықтан да қаншама блогерлер, бизнесмендер YouTube'қа келіп қосылуда. Бірақ қыр-сырларын, жүргізу тәртібін білмегендіктен жоғарыда айтқандай YouTube продюсерге мұқтаж. Яғни сіз YouTube продюсер болып қанша ақша таба аласыз? Яғни мен YouTube продюсер болып қанша ақша таба аламын деген сұрақ туындайды. Бастай салып бірден миллион табу ол фантастика. Өйткені сізге сенім арту үшін сіз өзіңіздің қолыңыздан келетін нәрсені клиентіңізге дәлелдеу керексіз. Мен мынандай канал аша аламын, бетіндегі дизайн жасай аламын, бүйтіп контент план жасаймыз, бүйтіп жүктеп отырамыз деп. Мақұл, YouTube продюсер болдым, бірақ клиентті қайдан алам деген сұрақ туындайды. Ең бірінші жолы бұл кәдімгі жарнама беру. Туған туысқандардың арасында, WhatsApp'та, статуста, историяда деген секілді. Мен YouTube продюсермен каналымды жүргізіп берем деген. Басында 200 мың, 300 мың, 500 мың жайлап басталады табысың, одан кейін көтеріледі. Сондықтан да бірінші WhatsApp арқылы барлығын танымал етіп алдың, одан келмесе Headhunter деген әйгілі сайт бар. Ол жерде қаншама компаниялар өзіне YouTube продюсер, YouTube менеджер, медиа маркетолог іздеуде. Оның барлығы осы мамандықтың ішіне кіреді. Одан кейін кәдімгі өзіміздің OLX бар. OLX-ке салып, введение YouTube каналы, YouTube каналын жүргізем, бетіне обложкасын дайындап берем, мобилографтарым, барлық команда бар деп, кәдімгі өзінің объявлениені беру. Шын мәнісінде сенде командаңда кім бар соған байланысты. Одан кейін қарапайым өзіміздің тугис. Қазір тугисті ашатын болсаңыздар, бір қаланың өзінде 70 мыңнан астам компания бар. Сол 70 мың компанияның 700-іне қоңырау шалып шықсаң, соның кемінде 7-еуі как раз осындай адам іздеп жүретін деп сізге кері байланысқа шығады. Сол уақытта әдемілеп тұрып каналыңызды алып, бетіндегі обложкасын жасап, бүкіл каналды банағыдай оформить етіп, жүргізіп, өзіңіздің келіскен 300 мың, 500 мың теңгеңізді алсаңыз болады. Жалпы көп адам менен сұрап жатады: Мейрамбек, мен де YouTube канал жүргізіп жатырмын, бірақ мен сен сияқты Escalade аватқан жоқпын, Lamborghini аватқан жоқпын, миллиондар тауып жатқан жоқпын. Бұның құпиясы неде деген? Яғни YouTube'пен табыс табудың өзі негізгі 4 түрі бар. Ең біріншісі просмотрдан түсетін табыс, екінші өзің бизнесіңді жүргізу, үшіншісі осы продюсер болу, төртіншісі сол продюсерге көмектесетін маман болу. Яғни мен осы 4 жолды жасаған кезде менің әрқайсынан түсетін табыс, мысалы біреуінен 2 миллион түсті, біреуінен 10 миллион түсті, біреуінен 5 миллион түсті, сөйтіп айына үлкен сума жиналады. Сол ақшаға уже бағанағыдай машинаңды, үйіңді ала аласың. Біздің академияда оның барлығын үйретеді, бірақ именно осы продюсер болып табыс тауып жүрген менің шәкіртім Бекжан дәл қазір 3 канал жүргізіп, әрқайсынан 500 мың теңге алады. Сонда ақса басты міндеті каналдың оптимизациясын жасау, видеоларды дұрыс жүктеу, арқылы дұрыс продвигать ету. Яғни клиентпен келіскенге байланысты. Біреулер өздері түсіреді, өздері контент план жасайды, тек қана жүктеп, продвигать етіп отыратын адам керек. Біреулер мобилографта жоқ, контент планында жоқ. Мобилографпен келісіп, мобилографын жіберіп, бірге етене қарым-қатынас жасап, бүкіл услугасын комплексті түрде ұсыну туралы да келіссең болады. Яғни ұяқта өте варианттар көп. Бірақ YouTube продюсердің артықшылықтары ең бірінші бұл тұратын мекенге қарамайды. Яғни сен онлайн жасай бере аласың. Үйіңде отырып 4-5 канал жүргізіп отыра аласың. Екінші үлкен плюсы кәдімгі жұмыстан ерекшелігі. Жұмыста таңғы 9-дан 6-ға шейін жұмыс жасап, айына 200 мың, 300 мың, 500 мың алатын болсаң, бұл жерде күніне 2 сағат уақыт бөліп осы жұмысқа сол 500 мың теңгені ала аласың.
Бағанағыдай 4 сағат уақыт бөлсең миллион ала аласың. Тағы бір үлкен плюсы, сен YouTube продюсер болып, YouTube'тың қыр-сырларын білген сайын, сол туралы өзің YouTube канал ашып, сол туралы айтып, тағы да клиенттеріңді арттыра берсең болады. Оның артынан үлкендер плюстар шыға береді. Сен YouTube'қа видео жүктегеннен кейін ол YouTube видеоны адамдар қайта-қайта көре береді. Сол арқылы клиенттерің де көбейе береді. Просмотрдан да табыс табу мүмкіндігі де ашылады. Ал просмотрдан табыс табу туралы келесі видеоларда айтатын боламыз. Жалпы YouTube продюсер болғың келсе, біздің академияға келіңіз. Осы видеоның астында сілтеме тұр. Сол сілтеме арқылы өтіп, алғашқы тегін сабақты қарап кетіңіз. Егер ол ұнаса, ары қарай бізбен бірге жалғастырып командамызға қосылыңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше, амандықта жолыққанша.